провокатордың бәрін аяқ-қолын сындырып, бейбітшілік мейірім қылып, на моих глазах сотни людей умирает, кровь проливается. Сәлем достар, сіздермен бірге Куба, и бүгін біз жеке арман ашулы. Неге ол ашулы? Қазір соны көресіздер. Беспредел, то, что творится в Алмате, сейчас ведут войска с России. Отправляют на верную смерть. Вы понимаете то, что сейчас вопрос стоит нашей независимости? Наша независимость под угрозой. Мы должны своими силами остановить всех провокаторов и беспредельщиков. Бауырларым, ағайындылар, басымызды қосып біргейік, бір болайық, күш болайық. Мыраздардың бәрін тоқтатайық, бауырларым. Аллах сақтасын, енді ОДКБ-дан да кіріп кетсе не болады? Еліміз, жеріміз не болады? Қанша қан төгіледі? Ешкім ойламайды оны. Бірақтан дұрыс барайық, бәріміз бірге жиналып, провокатордың бәрін аяқ-қолын сындырып, бейбітшілік мейірім қылып, билікпен сөйлесіп, өзіміз талаптарымызды дұрыс айтайық. Олай басқалап болмайды. Тоқтатайық, бүкіл провокацияны тоқтатайық. Бауырларым, ертең жиналайық, ертең айтам сағат қаншада жиналып, бүкіл провокацияны тоқтатайық. Ояқта қиын болып жатыр, жағдай өте қиын болып жатыр, бауырларым. Дело против мародерства, объединитесь, давайте вместе объединимся и спасем наш Казахстан и нашу независимую родину. Я призываю всех объединиться, весь Казахстан, быть вместе, едиными и контельничать. На моих глазах сотни людей умирает, кровь проливается. Разве это нам нужно? Мы хотим перемен, лучшую жизнь, но не беспредел. Бұл туралы не ойлайтындарыңызды обязательно комментарияда жазамыз. Ойларыңыз, пікірлеріңіз өте маңызды. Ал видеоны жатса лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сау болыңыздар.